Бізге кедергі жасайтын нәрсе, құрметті жамағат, бір қандай да сауапты амал жасасаңыз, сол сауапты амалды ұмытып кетіңіз сол сәтте. Егер ұмыта алмасаңыз, жақсы боламаймыз біз. Сіз оны ұмытқан кезде, Раббың оны ұмытпайды да. Егер сіз оны ұмытпасаңыз, Раббыңыз ұмытады оны. Өйткені сіз оның дүниеде ұмытылмау үшін жасағансыз да. Раббыңыздың дидары деген нәрсе, құрметті жамағат, Алланың разылығын іздеу деген сондай пәк тақырып ол, пәк. Ешқандай қоқыстың араласуын қажет етпейді ол. Аллаға арнадың ба? Болды, ұмыт. Көрдіңіз ғой? Біз соны ұмытамаймыз да, сосын өзімізді жақсы деп, біреуден жақсы сөз естігіміз келеді. Бір жерге барып сөз бермей қалса да ренжіп кәдімгі. Неге? Өйткені жақсысың сен. Сөз берілмей қалды сізге. Ал бұл кісілерді Алла Тағала Муъминун сүресінде сипаттайды, муъминдерді. Негізінде ол аяттарда Алла Тағала сол әр замандағы муъминдерді бірінші орында сол пайғамбардың сахабаларын келтірген. Сонда мынандай бір сипатты баяндайды. Муъминдерге қажетті сипат. Аллазина ю'туна ма атау. Қандай да бір амалды істесе болар дейді. Істегеннен кейін. Ва қулубухум ваджила дейді. Жүректері қорқады дейді. Ерекше бір салиқалы амалдарды жасайды, жүрегі қорқады. Жасайды, жүрегі қорқады. Жасайды, жүрегі қорқады. Неге қорқады салиқалы амалдан кейін? Аннахум иля роббихим раджиун. Раббыларымызға ертең қайтамыз ба деп қорқады дейді. Сосын пайғамбарымыз айтады, қабыл болмай қала ма деп қорқады дейді. Көрдіңіз ба? Қабыл болмай қала ма деп қорқам дейді. Солар. Сондықтан салиқалы амал істедіңіз ба? Оны ұмытып кетіңіз. Мысалы, бүгінгі Алла Тағала бізге 5 уақыт намазымызды сәттілігімен нәсіп етті ма? Бүгінгі 5 уақыт намазыңызды оқыдыңыз ба? Сіз енді ертеңгіні ойлаңыз да. Бүгінгі жақсылықтарыңызды болды. Айта бермеңіз оны, ұмытыңыз оны. Ең басты Алла Тағала кітапқа тіркеп қойса, қабыл етіп, сол маңыздысы. Енді ертеңді уайымдаңыз да, ертеңгі амалдарым не болады деп. Өйткені бүгінгі амандық ертеңгі амандыққа кепіл емес. Сондықтан Алла Тағала әр күнге жеке намазды қойғанда, әр күнге жеке құлшылықты қойған, әр жылға жеке рамазанды қойғанда, міне, бүгінгі күнгі амандығыңыз ертеңгі күнге кепіл емес ол. Өйткені ертеңгі күн өзінің сынақтарымен, өзінің нәрселерімен келеді. Міне. Сондықтан бұл кісілерді Алла Тағала осылай мақтайды, бізге ғибрат болсын деп. Сөзсіз бұлар міне біздің жаңа қасымызда мәртебелері сондай таңдаулылардан және жақсылардан дейді.